Алдында айтқанымыздай, кәсіпте үлкен дәрежеге жету үшін мықты команда құра білу керек. Ал сол команданы қалай құру жайында кішкене тоқтала кетейік. Мықты команданы адамның ағзасымен теңдестіруге болады. Мысалға, адамның ағзасында ең қызметтің көзі болып табылатын ең басты мүше ол жүрек. Сол жүрек командада ол кәсіптің лидері, команданың лидері. Былайша айтқан кезде ол адамда бизнесмен дейміз, іскер адам дейміз, кәсіпкер дейміз бүгінгі күні. Ол адам туралы көп нәрсе айтуға болады. Ол былайша айтқан кезде адамдардың ең мықты, ең керемет адам деп айтуға болады. Себебі, біріншіден, кәсіптің лидері еш уақытта жауапкершілік алғаннан қорықпайды. Жауапкершілікті өзі үшін ала біледі, қасындағы айналасындағы адамдар үшін ала біледі, және былайша айтқан кезде өзінің жаңа компаниясы үшін ала біледі. Мысалға, компанияның лидері компанияның қызметкерлеріне айлық төлеу, оларды жұмыспен қамтамасыз ету деген жауапкершіліктерді өз мойнына алып, соның бәрін іске асырады. Екіншіден, кәсіптің лидері ол өзінің жұмысы табысты болатынына сенетін адам, сенімі мол адам, ешкім білмейтін әдістерді біліп, соны қалайда бизнесін көркейтіп, үлкейтетін адам. Үшіншіден, кәсіптің лидері ол тәжірибесі өте мол адам. Мысалға, Apple компаниясының құрылтайшысы Стив Джобс туралы айта кетейік. Стив Джобс 22 жасында Macintosh деген компанияны құрды. Ол азғандай уақыттың ішінде Macintosh компаниясын дүниежүзіндегі ең үлкен компания дәрежесіне жеткізді. Сол кезде жаңағы өзінің серіктестерімен қиыншылықтар болып, ол Macintosh компаниясын тастау керек болды. Сол кезде ол кінжілмей, нағыз лидерлік өзінің қасиетін көрсетті. Ол жаңа компания ашты. Next деген жаңа компания, компьютерлік компания ашып, сол компанияда белгілі уақыттан кейін үлкен дәрежеге жеткізді. Бүгінгі күні мысалы қарап отырсаңыздар, мына iPhone, iMac, iPad деген 21 ғасырдың ең мықты технологиясын сол Стив Джобс жасап шықты. Бүгінгі күні Apple компаниясы дүние жүзіндегі ең үлкен компания болып табылады. Ең бай компания. 300 миллиард доллар бар. Ол туралы айтып жатқан себебіміз сол кәсіпкерліктің лидері туралы кішкене түсініктеме беріп жатырмыз, соған байланысты. Лидерлік қасиет туғаннан пайда болатын қасиет емес, ол үйрену арқылы, тәжірибе жиналу арқылы пайда болатын қасиет. Негізгі лидерлік қасиеттің шыңдалуы, дамуы ол адамның жұмыс істеуіне байланысты. Егер адам қатты жұмыс істесе, қатты тырысса, жігерлік көрсетіп, белгілі бір дәрежеге жетсе, оны лидер деп айтуға болады.